Сақтан сабыр, ғұннан ғұрып, алталаштың ұрпақтары, ассаламағалейкум. Бүгін Егемен Қазақстан газетіне тіл беделі ұлт мәртебесі атты профессор Амангелді Айталының мақаласы шыққан екен. Соған орай бүгін сөз өрбітетін болам. 70 жыл бойы Кеңес одағының құрамында болған қазақ халқының тілі босағадан сығалап тұрғаны баршаға мәлім. 1989 жылы 21 қыркүйек сол кездегі депутаттардың дауысқа салған кезде Қазақстандағы мемлекеттік тіл қазақ тілі, ресми тіл орыс тілі деген желеумен өтіп кеткендігі, құжаттарға қол қойылып кеткендігі арқасында 1991 жылы Кеңес одағы ыдырап, тәуелсіздіктің аралап атқан ақ таңын көрген, азат өмірді сүрген қазақтың бірде-бір баласы болған жоқ. Сол кездегі қазақ элитасын Мәскеуге құлдық ұрған, сол Мәскеудің айтқаннан шыға алмайтын, солардың айтқан бұлжытпай орындайтын қазақ зиялылары осы күні әлі күнге дейін отыр, мызғымай. Арадан 32 жыл өтсе дағы. 1991 жылы тарихи отанына оралып, Монғолия, Қытай, Өзбекстаннан, Ресейден көшіп келген қандастармен судай сапырылысып, мидай араласқан қазақ халқы бүгінгі күні кім қайдан келгені белгісіз. Өйткені 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп жатады атам қазақ. Сол кездерде 1993 жылы мемлекеттік тіл қазақ тілінің басқармасын академик Өмірзақ Айтбаев ағамыз жүргізді. Арагідік жиналыстар өткізіп, конференциялар өткізгенмен ғана шектелді. Ал 300-інде қазақ тілі, сол баяғы жартас, сол жартас, айта-айта алтайды, жамалапам қартайдының кері болды. Кейін Кеңес одағынан ыдырап шыққан басқа елдер өзінің мемлекеттік тілін тек қана өзінің мемлекеттік тілін ғана Латвия тілінде, Эстония, Өзбекстан өзбек тілінде, армян тілінде, Грузия грузин тілінде, барлық бізден басқа елдердің барлығы осы 30 жылдың аясында мемлекеттік тілін тұғырына қойғызып, өз елдерінде салтанат құрып отыр. Тек мүшкіл әлі күнге дейін Ресейдің айтқаннан шыға алмай, орыс тілінде Назарбаевтан бастап етікшіге дейінгі деңгейдегі адамдардың барлығы сол ресми тіл, яғни орыс тілімен бір-бірімен ақпарат алмасатыны баршаға аян. Қазақ мектебіне тардай барған қазақтың баласы 10 жыл мектеп қабырғасында оқып, таудай орыс боп шығатыны баршаға аян. Оны көзімізбен көріп, құлағымызбен естіп отырмыз. Әрі қарай университетті 5 жыл оқиды, тағы да қазақша оқыса да, бәрібір орысша сөйлейді бір-бірімен. Көшеде ата-анасымен, қатын бала-шағасымен барлығы, өйткені балық басынан шірейді. Анау президент Тоқаевтан бастап, анау сот, прокуратура, ішкі істер министрлігі, сыртқы істер министрлігі, жаңағы бүкіл заң шығаратын ұйымдар, депутаттар, сенаттар бір-бірімен сөйлескенде тек қана орыс тілінде сөйлеседі. Оны көзіміз көріп жүр. Сондықтан бұл әрі қарай қазақ тілі дамиды, көсегесі көгереді дегенге біз сене қоймаймыз. Өйткені сол қазақ тілінің қамын ойлап, мен 5 рет соттасқан қазақтың баласы ретінде айтайын. Байтерек деген жазылуды көріп, мен сотқа бергем соны, Байтеректікін. 1,5 жыл соттасып, әрең дегенде жеңіп алдым. Қазір менің арқамда сол Бәйтерек болып жазылып тұр. Ары қарай айтатын болсақ, 4 рет мен жеңіліп қалдым. Өйткені ата заңда біздің жазылған мемлекеттік тіл Қазақстанда қазақ тілі, ресми тіл орыс тілі тең қолданылады деген 7-ші баптың 2-ші тармағын алып тастамай, қазақ тілінің мәртебесі биіктеп, көсегесі көгереді дегенге адам баласы сенбейді. Өйткені заң шығару солай жазылып тұр. Сондықтан сол жерге кеп тірелген кезде мен ұтылып қалатын ем. Көрдіңіз ба? Сондықтан 2007 жылы ақын Мұхтар Шаханов ағамыз бастамасымен Алматыда құрылтай болып өтті. Астанадағы қоғамдық қазақ тілінің қоғамның төрағасы Сайлау Батырша бастаған ағалар бүкіл 14 облысты аралап 130 мың адамның қолы қойылған
партия құрмақшы болдық, халық рухы деген. Құрылтайын Алматыда өткіздік 9 маусым 2007 жылы. Сол жерде қол қойылып, сол кездегі әділет министрі Зағипа Балиеваға апарып өз қолымен тапсырған едім. Осы күнге дейін, әлі күнге дейін жауап жоқ. Өйткені біздің билік қазақтың абырой асқақтап, мерей үстем болып кетіп, қазақтың рухы көтеріліп кететінен өлердей қорқады. Оны осылай ету керек. Өйткені Кеңес одағы ыдыраған кезде 1991 жылы Қазақстанда қазақ халқының 34% ғана еді. Қазіргі таңда 2021 жыл 20 ақпанға орай қазақ халқының саны 78%-ді құрайды екен. Енді басқа біз тектес, түрк тектес халықтар бар. Өзбек, қырғыз, түркмен, татар, башқұрт, қарашай, шеркес, ноғай деген ұлттар біздің қазақ тіліне ұқсас тілдердің барлығы, олар емін-еркін сөйлей аламыз деген айтылып, оларды қоссақ 88-де 99%. Қалған 12%, өйткені 2020 жылы Ресейге орыс тілділер 25.000 орыс тілді көшіп кеткен, қоныс аударған. Осылай бара беретін болса, 2035 жылға қарай Қазақстанда бірде-бір орыс ұлты қалмайды екен. Көріп отырсыз ба? Ол табиғи заңдылық. Сонысына қарамастан, бірақ көше тола қара орыстар өріп жүр. Түрі ғана қазақ, іс жүзінде қазақтың тілін мүлдем сөйлемейді. Енді телеарнасына ауысатын болсақ, телеарнада қазақтың көркем әдебиетін басын жарып, көзін шығарып, жүн жылған тауықтай бытшын сөйлейтін адамдар келіп отыр. Мысалы, қарапайым, қазақ халқы әлімсақтан 14 ғасырдан бері мұсылман болғандықтан бір-бірімен амандасқанда ассаламағалейкум, уағалейкум ассалам деп келген. Енді бүгінгі күні телеарнадан жаңалықтар тарататын кезде армысыздар дейді. Оған қалай жауап береміз? Бармыз, я өзіңізде армысыз дейміз ба сонда? Қалай жауап беретінін түсіндірмейді ешкім. Мысалы, ол бүйректен сирақ шығару деп түсінеміз біз. Ол қазақтың тілінде, қазақ солай сөйлеп келген ғой, ер адамға ассаламағалейкум, әйел кісіге сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш десе неге болмай ма солай? Одан кейін орыстың тілінің аудармасы ғана болып қалды. Мысалы, орыс тілінде текущий год дегенді қазір телеарнадан айтып жүр. Ағымдағы жыл, бүкіл газет журналдың бәрі ағымдағы жыл. Қазақтың арғы бергі тарихында, қазақтың төл әдебиетінде ағымдағы жыл деген сөз тіркесі жоқ. Биыл дейді қазақ. Биыл, бұрнағы жылы, келесі жылы, арғы жылы деп сөйлеген қазақ. Ағымдағы жыл деген сөз жоқ, кешіресіз. Сосын қазақтар қазір бір-бірімен сөйлескен кезде орыстың сөзін қоспай сөйлеуін құрай алмайтын жағдайға жетті. Тіпті қазақтың еркін сөйлейтін адамдардың өзі сөздің аптаның, 7 аптаның дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбіні орыстың тілінде суббота, воскресенье, пятница, четверг деп сөйлейді. Неге өйтіп сөйлейсің десем, бізде үйреніп қалғанбыз дейді. Көкем-ау, өзің ата-бабаның тілі ғой, неге сан ғасырлар қазақ сөйтіп сөйлеп келген деп айтсаң түсінгісі келмейді. Құлдық сана жібермейді. Әбден сансыраған санасы қазақтың тіліне немқұрайлы қарайды. Өзінің ана тілін сүймейді. Соншалықты деңгейде болып кеткен. Өкінішке қарай. Енді қазақтың өзіне тән асыл қасиеттері бар. Қазаққа тән асыл қасиеттер киелі де сөз өнерін 10 бәленің 9-ы тілден екен. Өнер алды қызыл тіл, 7 рет ойлан, 1 рет кес деген сөздері бар. Ғажап қой, бұндай қазақтың тілінде керемет әлемде тамаша тілдер, бұл некен саяқ жоқтан қасы десек болады. Менің бір өлеңім бар. Қазақ тілімен шынменен өлсегер, қазақ халқын қара жерге көме бер. Қазақ тілімен шынменен өлсегер, мен апарып қара жерге көме бер деп. Қазақтың тілін қазір басын жарып, көзін шығаратында телеарнада көріп жүр. Мысалы, біреуді сыбайлас жемқорлықпен құрықтап, темір торға тоғытты дейді. Құрықтау деген сөз асауды жуасытатын жер. 5-6 жігіт кезек-кезек асауға отырып жылқыға, сілесін қатырып кешке дейін шауып, соны жуасыйды ана әлгі жылқы. Соны құрықтау дейді. Тоғыту деген ол бір атар қойды суғаратын жерді тоғыту дейді. Ал бір адамды құрықтап темір торға тоғытты дейді. Ондай сөз жоқ, кешіресіз, қазақ өйтіп сөйлемейді. Ол қазақ ұстап алды, темір торға қамады, жапты дейді. Түрмеге қамады дейді. Сөйтіп сөйлейді ол қазақ. Бұл осылай сөйлеуге бола ма? Ұят емес па? Тыңдап отқан адам деген көзіне не көрінсе сосын күшті дейтін болған. Киім де күшті, тамақ та күшті, көзіне не көрінеді? Өйткені әнші шегірткелерінен бастап өмірінде бір кітап оқымағандар телеарнаға шығарып қойған.
қазақтың тілін быт-шытын шығарды. Туталақайын шығарып, мысалы, киім, тамақ дәмді, тәтті, ащы болады. Басқа сөз күшті болмайды, кешіресіз. Олар көзіне не көрінеді, соның бәрін күшті дейді. Күшті екен деп. Тамақ та күшті, киім де күшті, көлік те күшті. Басқа киім жарасымды болады, киім ғой ол. Көлік жақсы көлік болады. Сол жақсы деген сөзді қолданбайды, неге екен? Әрі қарай өзінің атасына Аташка, әжесіне Әжешка, әкесін Асқартаудай әкесін Батя дейді. Анасын Мамашка дейді, ағасын Братан дейді, інісін Братишка, қарындасын Сестренка дейтін әлем дүние жүзінде қазақтан басқа бірде-бір ұлт өйтпейді. Өйтіп сөйлемейді ешкім. Тек біздер неге осындай сорға айнап қалған халықпыз, білмеймін. Құлдық сананың астында қалып, әптен орыстың жат десе жатып, тұр десе тұратын құлдық сана, мына санасына сансыраған қазақтың төл әдебиетін мүлдем білмейді, білгісі де келмейді. Өңкей сол жоғарыда отырғандай, біз қашан ел боламыз, бұл қазақ қашан ел болады? Міржақып 100 жыл бұрын айтып кетті ғой. Найза менен түртсең де жатырсың қазақ оянбай. Мұнша қалың ұйқыны бізге бердің, ой Аллай. Көзіңді аш, оян қазақ көтеріп асты, қараңғыда өткізбей бекер жасты, тіл кетті дін нашарлап, хал харам боп, қазағым енді жату жарамасты деп 100 жыл бұрын айтты, әлі күнге дейін өзектілігін жоғаймаған. Енді осылай дос жылатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады дейді. Енді бұлар бүйтіп айтпасаң қайтып айтамыз енді. Қазір қазақ тіліне кезінде ақша бөлініп, Ермек Кенжебек деген ағамыз басқарып, тіл басқармасын. Қыруар ақшаны жымқырып, алып кейін қашып кетті шетелге. Түркияға барып тұрып, біраз жылдан кейін қайтып келді. Қазақ тілін кеше парламентте Қазбек Иса ағамыз көтеріп жатыр. Наталья Дементьева көтеріп жатыр. Бір қазақ тілі бір мазақ болды. Әркімнің бір пиар жасау үшін ба, оған қыруар ақша шығындаудың қажеті жоқ. Кез келген өзінің ата-бабасының тілі ғой, басқа өйтпейді деп жатқан жоқпыз. Ата қазақтың тілінде сөйлейді жүре бер, өзің елің ғой. Ата мекен жерінде босағадан сығалап, бишара, мүшкіл күйде тұр қазір қазақ халқы. Тілі. Тілсіз халық шіріген балық дейді. Жүрген жеріңде өзің ата-бабаң тіл. 1000 жерден орыс тілін 70 жыл мүйіз шықса сөйледік қой, мүйіз шыққан жоқ қой. Орыс болған жоқ бірде-бір қазақ баласы. Енді ағылшын тілін тықпалап жатыр. Ағылшын бол дейді. 1000 жерден ағылшынша үйрене бер, сен Джек Лондон боламайсыз, кешіресіз. Қазақ болу керек қой қазақтың баласы. Сіздермен болған Жұмамұрат Кеңесұлы Шәмші, сау болыңыздар.